Үкімет үйінде өткен кезекті брифингте білім саласына қатысты бірқатар маңызды мәселелер қозғалды. Алғашқысы жоғары білім беру жүйесіне енгізілген сараланған гранттарға қатысты. Ғылым мен жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің мәлімдеуінше, пилоттық режимде іске қосылған жоба келесі жылдан бастап толыққанды түрде енгізіледі. Биыл сараланған гранттар 300 грант бөлінді. Пилот ретінде 31 мың талапкер сол сараланған гранттарға біздің ақпараттық жүйенің ішінде белгілеп тапсырды. Яғни пилот табысты жүзеге асырылды деп айтуға болады. Келесі жылдан бастап толыққанды енгізіледі. Дәл солай келесі жылы пилоттың нәтижесі бойынша сосын ақырындап бастаймыз. Болашақта колледждерге ОБТ балымен түсу мүмкіндігі тумақ. Ғылым және жоғары білім министрінің мәлімдеуінше, жоғары оқу орнына ОБТ балымен оқуға түсіп, бірақ грантқа ие бола алмаған талапкерлер колледжге толық грантқа оқуға түсе алады. Кейін қысқартылған мерзімде білім жалғастырылады. Саясат Нұрбектің мәлімдеуінше, бұл өзгерістер бүгінде пысықталып жатыр, әрі толыққанды зерттеуді қажет етеді. Қазіргі таңда мен жоғары оқу орынға түсінбей жатсам, талапкер ретінде барып колледжге оқи беремін. Сол алған модульдермен не жұмысымды жалғастырам, ал біліктілігімді арттырып, немесе бакалавриатты алғым келген жағдайда қысқартылған мерзімде бакалавриатпен оқуға болады. Мектептер сабақтың ұзақтығын 35 не 40 минутқа дейін қысқартылады. Әрбір білім беру ұйымы оқушыларды оқытуға арналған сағат саны дербес белгілеуіне болады. Яғни Бейсенбаевтың сөзінше, оқу жоспарының бірінші нұсқасы бар. Осы жоспар негізінде сағат саны жүзеге асырылып жатыр. Здесь, конечно, біз орта білім берудің жаңа стандарттарын қарастырып жатырмыз. Мұнда уақытпен оқытылатын пәндер ескеріледі. Бұл өзгерістерді 2026 жылдан бастап енгізуді жоспарлап отырмыз. Қазір әр мектепте оқу бағдарламасына байланысты сабақ беретін сыныптар саны белгіленген. Ғани Бейсенбаевтың сөзінше, министрліктің бұйрығымен 7-8 сабақты қысқартуға болады. Ал бастауыш сыныптарда сабақ ұзақтығы 35, ал 4 сыныптан соң 40 минутқа дейін қысқартуға болады дейді. Айта кететін жайт, сабақ ұзақтығы осыдан 3 жыл бұрын 40 минут болса, кейін 45 минут деп белгіленген еді. Қарагөз Мақатова, Мадина Бұлтаева, Алау телеарнасы.